Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен восточный пирог, яғни нағыз шығыс тәттісін дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Алдымен бізге керегі ұн және мұздатқышта тұрған салқын сары май, холодильникте емес, морозилкада тұрған сары май. Ірі көзді үкіштен осылай өткізіп аламыз. Және қолымызбен крошка жасаймыз сосын. Барлығы бір келкі болғанша крошка жасап алып, сосын оған сметананы, жұмыртқаны, ас содасын, лимон соғы, яғни лимонның суы қосып араластырамыз, яғни қамыр илейміз. Қамырды көп уақыт қолымызбен илей берудің қажеті жоқ. Біздің қамырымыз одан самай қолдың температурасымен, яғни қолдың ыстығымен жұмсап кетеді. Сондықтан қамыр біріккенше тез-тез қамыр илейміз. Осылай біріккен соң пищевой пакетке орап, жай пакетке салып, холодильникке қалдырамыз. Бір жарты сағат 40 минут шамасында. Ал енді начинкасын дайындаймыз. Бізде осылай қатты үлкен емес, қатты майдаланған емес, жаңғақ, грек жаңғағы, жуып бөлінген мейіз, яғни бір мейізді 2-3-ке бөліп аламыз. Кураганы да осылай бөліп шығамыз. Барлығын араластырамыз. Біздің начинкамыз дайын. Ал енді начинкадағы меренганы жасаймыз. Бізге ақуыз, жұмыртқаның ағы, яғни белок қажет болады. Белокты өте ескере кететін жайт, жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлген кезде сарыуыз мүлдем түспеуі қажет. Және біздің ыдыстар, насадка барлығы құрғақ, таза болуы керек. Как бисквит жасаған сияқты. Осылай кішкене көпіргенше көпіртіріп аламыз миксердің жоғары скоростьпен. Сосын қантты саламыз. Сосын сахарный пудраны саламыз. Біздің меренгамыз өте қатты болып, төңгерген кезде түспейтіндей, осылай із қалдыратындай болып тұруы қажет. Ал енді қамырымызды алып, жай пирогтар сияқты үстіңгі қамыр кіші, астыңғысы үлкен етіп кесіп алуымызға да болады. Менде кішкене өзгеше болсын деп, кіші қамырды 4-ке бөліп алдым. Яғни 4 бетіне 4 қамырды жасайтын боламын. Қазір көресіздер. Астыңғы қамырды жайып аламыз. Бізде форма 24-26 диаметрге жасасаңыз болады. Кішкене форманың үлкендігінен үлкендеу болып тұру керек, яғни шетіне шығып тұру керек. Формамызға салып, қамырды, ішіне начинкамызды барлығын салып аламыз. Тегістейміз. Начинканың бетіне меренганы қоямыз. Осылай барлығын қойып шығамыз. Меренгі қамырға тиіп кетпеуі керек. Қазір үстін жапқан кезде меренгі егер қамырға тиетін болса, су шығып, бір-біріне жабыспай кетеді. Ал енді кіші болған 4 қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз. Яғни 4 жағынан қойып аламыз қамырды. Барынша жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Дәл осылай 4 қамырды да қойып, шеткі жақтарын қолымызбен жауып тегістеп аламыз. Яғни шеткі жағы ашық болып қалмауы керек. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста қызарғанша пісіріп аласыздар. Мен пешіңіз ыңғайына қарай көресіздер.
пирогтарды қандай градуспен пісіріп жүрсіз, сол градуспен пісіріп аламыз. Әбден суыған соң ғана кесіп дастарханға ұсынамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер.